Қонақ бар ма? Иә. Кім? Кім екенін тапшы. Фикрет әпкең тілімізді байлағандай болды, Айшажан. Бізге үлгі болатын адамның түрі осы ма? Шевкет болды енді. Бұлай істеуге қайтып тәтің барды. Не күйттің? Ақымақпысың сонша. Кімді жазалайын дедің? Бізді ме, өзіңді ме? Бұл үйден тіпті қашқын келсе бөлек пәтер жалдамадың ба? Құдай сақтасын. Бейтаныс біреуге күң болғанша, өзіңмен өзің болмадың ба? Мен ешкімнің де күңі болмайым. Фикрет. Халың қалай? Сағындым. Мен де. Күйеуім Тақсин. Қош келдіңіз. Шевкет. Қуаныштымын. Айыпқа бермеңіз. Бүгін еш қайсымызға сөгіс жоқ. Қалыңыз қалай? Шүкір. Неге айтпадыңдар? Ертерек келер едім. Есіміздің шыққаны сонша тіпті ойымызға да келмепті. Келгенімізге көп болған жоқ. Қалың жақсы ма? Сен мені апармай қойып едің, әпкем өзі келді. Бұдан былай жей-жей келіп тұрарсың. Иншалла. Қандай жақсы яға. Үлкен әулет болып қайтадан бас қостық. Пакеттерді апарайын. Тамақты қарап келейін. Жаурадың ба? Қатып қалдым. Мына жер ыстық қой, ауырып қалғаннан саумысың? Білмеймін. Ыстығым көтерілген сияқты. Көзім де ашып тұр. Қане көрейінші. Ыстық па? Біраз. Дәрі ішіп алсаңшы. Ішейін, қиналып тұрмын. Демала тұр, кісі көбейгенше өзім істей тұрам. Ішке барып тынығып ал. Рахмет. Суық тиген сияқты. Соңғы кездер біраз қиыншылықтарға кез болдық. Әрбір отбасында болады ғой. Сол себепті Фикрет күйеуге шыққанда қасында бола алмадық. Кеткен соңда араласа алмадық. Бірақ бұдан бұлай ара-жігіміз ажырамас, иншалла. Иншалла. Келгенің жақсы болды, Фикрет. Қуанып қалдық. Сені көргенде қаншалық сағынғанымды ұқтым. Фикрет Шевкеттің жалғыз сырласы. Екі көзімнің қарашығындай. Бәріміздің де. Осындай жанды кездестіргеніме бақыттымын. Сіздермен танысқаныма да өте қуаныштымын. Ылғи осындай бір үйлі жан әулетім болғанын армандаушы ем. Мені бөтенсітпегеніңіз үшін сізге рахмет айтам. Жүр, саған үйді көрсетейін. Барыңыз, рұқсат. Айшо, бара ғой.
Компьютерде ойна тұр, бар. Мынаған не болған? Кызганды. Жақсы жігіт сияқты, әке. Маған ұнады. Кийим кийиси унаган жок, Ауылбай. Адал жігіт. Еңбекқор. Өзгені